Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге кішкентай қыздардың шаштарын жинау үлгісін көрсеткелі отырмын. Әдеттегідей буғаннан гөрі шашты бөліп буып жинақтаған өте жақсы. Өйткені балапан шаштары шығып кішкентайларды әбіршітеді. Сол себептен мен бүгін шашты бөліп, төбесіне жинақтап, балапан шаштарын қосып, шашын қызымның тастай қылып жинағалы отырмын. Ол үшін бізге қажетті әдеттегідей тарағымыз, резинкаларымыз, мінекей шаштың алдыңғы бөлігін тастай етіп жинап, буып алдық. Өйстіп тағы да екі бөлікке бөліп, біріне бірін қосып, қызымыздың шашын тағыдай тастай етіп жинап қоямыз. Қыздардың шаштары жинақы тұрса, әрі ұқыпты, әрі өздеріне ыңғайлы, және де әбіржімей ойнайтын болады. Құрметті менің көрермендерім, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет.